Саламатсыздар құрметті оқушылар, ендеше сыныпқа кіріп, өздеріңізге қалаған ұнаған смайликті таңдап, шеңберге тұра болыңыздар. Құрметті оқушылар, ендеше қолымыздағы смайликтің астында сіздер үшін бүгінгі біздің сабағымыздың жағымды психологиялық атмосфера қалыптастыру үшін смайликтің астында өте көңілді сөз жазылған. Сол сөзді оң жақтағы адамға білдіріп қоямыз. Бірінен кейін бірі жылжып кете береміз. Ал аяғы бастай қойып. Сен біз үшін керексің. Сен еңбекқорсың. Сен тапқырсың. Сен мейірбансың. Сен бақыттысың. Сен білімдісің. Сен сондықтан мақтан. Құрметті оқушылар, жағымды психологиялық атмосфера қалыптастырып алған болсақ, осы қолымыздағы смайликтің жоғары тұсында түс бар. Жасыл, қызыл, көк. Демек, жасыл түс алған смайлик бірінші топқа, қызыл екінші топқа, көк үшінші топқа жайғаса қойыңыздар. Құрметті оқушылар, сіздер топқа бірігіп алдыңыздар. Демек, көк, жасыл, қызыл түсті смайликтер арқылы біз бөлініп алдық. Бір ғана әдіспен, құрметті оқушылар, біз үш қоянды ататын боламыз. Демек, біз жағымды психологиялық атмосфера қалыптастырдық смайлик арқылы. Сол смайликтің жоғары тұсындағы түспенен біз үш топқа біріктік. Және сол смайликтің артында әр топқа арналған үй жұмысының сұрақтары бар. Демек, үшінші топ сіздер дақылан тобы. Бұл дақылан қимақтардың қаласы болып есептелінеді. Енді құрметті оқушылар, осы жерде смайликтің артында сізге бір балл. Сіздер смайликті арқалдырғанда үй тапсырмасына сұрақ шықты ма? Иә. Жақсы. Қандай сұрақ түсті? Сырдариядан Кавказға дейінгі ағалық не деп айтады? Неге? Оғыз даласында. 11 ғасырдың басында Оғыз мемлекетінің құлау себептері. Өте жақсы. Салжықтармен текетірес өз таққа не қылды? Өзара таққа талас. Өте жақсы. Біз сабағымызды бастамас бұрын сіздерге оқушы паспорты, тарих әлеміне саяхат деген кішігірім сіздерге мынандай паспорт дайындап келдім. Сіздер өздеріңізді бағалайсыздар. Өз-өзін бағалау бұл. Жалпы топты бағалаймыз алдағы уақытта, жеке бағалаймыз, жұп топ бағаланамыз. Осы бағалауға сіздер кері байланыс жазатын боласыздар. Қазір мен осыны сіздерге таратып қояйын. Қимақ қағанаты бүгінгі сабағымыз зерттеу сұрағы қимақтардың қала мәдениетінің дамуына қандай деректер дәлелдейді. Картадан анықтайсыздар, қимақ қағанатының қалаларын картадан белгілейсіздер, дәлелдейсіздер. Ал ендеше, құрметті оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымыз қимақ қағанаты туралы білімімізді нақтылау үшін экранға назар аударыңыздар. Видеоролик тамашалаймыз. Қамыс өлтірді деп жазды. Ертіс бойынан Тарбағатай таулар бұл мемлекеттің орнын Қыпшақ хандығы басты. Ендеше видеоролигімізді тыңдап алған болсақ, құрметті оқушылар, әдіс тәсілдерге көшейік. Қимақ қағанаты міне көріп отырсыздар, осындай өте ірі орта ғасырлық мемлекет болғандығының кезінде Қыпшақ сынды пайдалана отырып, үш топ, үш тапсырма, бірінші тапсырма сіздерге комикс арқылы болжам жасайсыздар. Яғни қолымыздағы ресурс кітаптарды пайдалана отырып, тыңдаған видеороликтерімізді негізге ала отырып, құрметті оқушылар, бірінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші тапсырма Қимақ қағанатының қалаларын Ұлы Жібек жолы арқылы өркендеді. өте билеушісін алды. Және қағанға жақын тайпа басшысы жабу шаттыстықтары қолдау көрсеткен. Қимақ қағанның негізгі ордасы Имахия қаласы. Өте жақсы, міне тамаша, өте жақсы. Астур тобы, сіздерге екінші тапсырма бойынша дайын болса, бастай қойыңыздар. Қимақ мал баққан көшпелі халық. Өте жақсы. Келесі. Көшері қимақтар атқа мінгенде шебер болады. Өте жақсы. Қолөнер мен темірді өңдеу
Керамикалық Керамикалық ыдыстар жасап. Жасайық. жазу сөздің дамуына жол ашты. Өте жақсы. Оның қалалары Ұлы Жібек жолының бойында. Тапсырма өте жақсы, сәтті аяқтадық. Бізде құрметті оқушылар барлығымыз тақтаға қараймыз. Екінші тапсырма 5 неге әдісі. 5 неге әдісі арқылы біз осы қимақ қағанатының нақты берілген тапсырмаларындағы оқиғаларды, қимақ қағанатына байланысты тарихи деректерді, олардың қалаларын және олардың айналысқан кәсібін, шаруашылығын, кімдермен қандай байланыс жасағандығын, қалай мемлекет болғандығын және қашан мемлекет ретінде. Бірінші сұрақ, неге қимақ қағанаты қалаларының көбі Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан? Өйткені сауда керуендері дәл осы жолмен өтетін, бұл жер экономикалық тұрғыдан тиімді болды. Өте жақсы, тамаша. Керуен жолдары қалалардың дамуына ықпал етті. Сауда тоқтамай жүріп тұрды, қалаларда базар, керуен, сарай, қолөнер, шеберханалар көп болды. Өте жақсы, тамаша. Экономикалық байланыстар қалалардың өсуіне әсер етті. Өзара бейбіт қарым-қатынас орнап, елдің бірлігі күшейді. Екіншілер отырғыштармен айбарса сауда жүргізді. Бірі мал өнімдерін, екіншісі егін, қолөнер бұйымдарын қажет етті. Арасындағы көшпелі және отырғышы өмір қатардағыда. Себебі табиғи жағдай пен шаруашылық түрлері әртүрлі болды. Еңбегінде қимақтардың 16 қаласы деп аталады. Бұл қимақтардың отырықшы мәдениет пен қала өміріндегі дамыған көрсетеді. Қазбалар бұл деректі растайды. Ертіс бойының қыш ыдыстар, темір ойындар мен қала ойындары табылған. Қалаларда ұсталық, зергерлік қыш өндірісі дамыды. Сауда мен тұрмыс қажетті өндірістің дамуына түрткі болды. Бірінші топпын. Осы жақтан егер менің асығым шік, мысалға, сенікі бүк, сенікі алшы, сенікі тайкі. Егер кімдікі өзіне сәйкес түссе, мысал ретінде мен бір ғана асық қаламын. Осы асықпен, мысал ретінде мен кезегім келді. Менікі демек бүк түсті, мысал ретінде. Сонда мен мына жерде 4 сұрақтың біреуін ашасыздар. Қарама-қарсы топ ашып отыратын болады бұл жерде. Сонда мынаны ашқан кезде Мастанах, бұл қимақтардың мына жерде 16 қаласы тұр. 16 қаласы. Мына бетінде суреті тұр, мына бетінде қала тұр. Енді біз осы қалаға кішігірім не істейміз балдар? Сипаттама береміз. Түсіндік қой? Түсіндік па балалар? Түсіндік па? Жақсы, тамаша. Ал құрметті оқушылар, ендеше біз қимақ қағанаты тақырыбымызды өтіп жатырмыз. Ендеше біз үшінші тапсырмаға жетіп келдік. Осы үшінші тапсырма бұл адамзат ақыл ойының қазынасы деп аталатын үстел үсті ойынымыз. Бұл ойын, құрметті оқушылар, ұлттық құндылықты дәріптейміз және осы пәнге деген қызығушылығымызды арттыру үшін бізге қажетті әдіс тәсілдердің бірі. Осы әдіс тәсілде, құрметті оқушылар, асықта 4 түрлі түс суреті бар. Сол 4 түрлі түс суретін үстел үсті ойынына қойып қойдық. Мен ойынды жүргізуші боламын, сіздер ойнайтын оқушы боласыздар. Демек, қазір мен асықты тастаған кезде, мысал ретінде тәйкі түссе. Тәйкі жаңа тақырып барысында өтіп келе жатырмыз. Араб географы Әл-Идрисидің қимақтардың неше қаласы бар деді? 16 қала. Әл-Идрисидің айтқан 16 қимақ қаласы алдарыңызда тұр. Ендеше ойынымызды бастайық, құрметті оқушылар. Демек, мен кетті ойын бастаушымын. Ал демек қаласы қарама-қарсы беттегі оқушы оған жауап беру керек. Ал Сарауыз қаласы. Қалада ержүрек түрік атты жауынгерлер. Өте жақсы. Енді келесі екінші кезең. Демек бүк түсті. Бүк тобы өзіңіздің оған қарама-қарсы беттегі. Саудагерлер жиі баратын қала болып есептеледі. Шық түсті. Шық тобы сіз неңізді ашыңыз. Қалаңыз, демек Астор. Өте халқы көп, мемлекет. Қимақ мемлекетінің қалаларының ішінде Астор, оның халқы өте көп. Жібек жолының бойындағы қалалардың бірі. Өте астындағы
бір-бірімізге сыйластық, құрмет, әрі біз тарихи білімді терең қалыптастырып, осы араб географы Әл-Идрисидің атаған 16 қаласын біз терең меңгере алады екенбіз. Жақсы балалар. Достар, бүгінгі қимақ қағанаты тақырыбының қорытынды кезеңіне де жетіп қалдық. Сабағымызды қорытындылау үшін интерактивті әдісті пайдаланамыз. Осы әдісте қазір әр топ кезек-кезек сұрақтарға жауап беретін боламыз, құрметті достар. Түсініңіздер ғой, иә? Қимақ, Эймур, Баяндур, Ланиқас. Мемлекет билеушісі. Ал Мұхтар. Имахия. Бұл Абдулла. нақты нәтижеге бағытталған бағалау тақтасын сіздерге берген болатынмын. Әрі топ, әрі оқушы бағаланады бұл бағалауда. Енді біз қазір әр топта неше батырдан жинадық, және әрбір оқушыда неше батырдан болды. Сонда топты және әрбір оқушын бағалаймыз. Қазір батырларды санаймыз балалар. Бағалау. Демек, бізде бағалау бойынша үшінші және екінші топтар жеңімпаз ретінде танимыз. Себебі олар сабақтың басынан соңына дейін 10 батыр жинағанын көріп отырмыз. Ендеше, құрметті оқушылар, біз жазған болсаңыздар, әр топтан бір-бір оқушыдан Менің бүгін сабақтан алған әсерім көңіл болды. Маған не ұнады, ұнамады. Маған сабақтан барлығы ұнады. Әсіресе асық ойыны. Тапсырманы орындаудағы қиындықтар барлығы оңай болды. Мен бүгінгі сабақтан алған әсерім өте жақсы, көңілді болды. Маған не ұнады, ұнамады. Маған пастер қорға ұнады. Себебі жерлермен таныстым. Тапсырманы орындаудағы қиындықтар. Маған ешқандай қиындық туған жоқ. Бүгінгі сабақтан күшті әсер алдым. Маған не ұнады, ұнамады. Маған қыпшақ қағанаты туралы ақпарат ұнады. Тапсырманы орындауда қиындықтар. Тапсырма өте оңай болды, маған қиын болмады. Қысқа да нұсқа кері байланыс берілген. Біз қазір барлық түсінікті болса, бірінші қатысты тақырып ішінара іздену керек болсаңыз, екінші қатысты, егер сабақ түсінбеген болсаңыз, қызыл үшінші қапшықты басатын боламыз. Ендеше бір-бірден басып